бастай берейік. Тағы да сәлем оқушым. Аналитикалық геометрия тақырыбына арналған видео сабағымның 8-ші бөліміне қош келдің. Ендеше кеттік, біз соңғы рет жалпы 16 есеппен тоқтаған болатынбыз. Ендеше кеттік, бисмиллах деп әрмен қарай жалғастырамыз. Сабақ жоспары бойынша соңғы пункт түзу мен жазықтықтың өзара орналасуында жүрміз. 17-ші есеп. Түзу мен жазықтық өзара қалай орналасқан анықтаңыз дейді. Мына x-тің өзі тұрса, негізі бұдан 0 азайтылған, мынада 0 азайтылған деген сөз. Негізі да айтатын m0 нүктесінің координаталары 0, 0, 1 ғой негізі мына жерде. 0, 0, 1. Арасы азайту болу қажет. 0, 1. Бірақ маған бұл қажет емес. Пока что мен не тексерем дедім? Бірінші арасында бұрыш тексерем, яғни синус фи тексерем. Сол синустан 0 градус или 180 шықса ғана, просто m0 нүктеміз мынаған жата ма жатпай ма соны тексерем. 0, 180 дегендер шығып тұрса, онда ол кезде мен не істеймін? Мына 0,01 дейтін нүктеміз мынаған жатып қанаттандырып тұрса, онда тиісті деген сөз беттеседі. Ал егер мынаған салған кезде m0 нүктеміз пи жазықтығын қанаттандырмай тұрса, онда параллель деген сөз. Осы ғана ғой. Сонда мына қырт-сырт әңгіме, ұзақ әңгіме болып тұр. Бірақ официально ресми түрде түсіндірдім. Бірақ сонда мыналар тексерудің уже керек жоқ. Арасындағы бұрыш 0 немесе 180 шықса, болды, тек мынаны ғана тексересің уже. m0 нүктеміз пида жата ма жатпай ма. Атак оған дейінгісінде мынамен синус фимен тексеріп ал деген болатын. Олай болса, мен бірден синус фиға саламын. Қалай синус фиға саламын? Ол үшін маған бағыттауыш вектордың координаталары қажет. А ол 14, 24, 6. 14, 24, 6. И сосын оқушым бірден айтам. Егер мына жерде мысалы минус тұратын болса, ол минусты мына x-ның алдына минус тұруға болмайды. Міне бересің. Яғни минус жақшан сыртынан шығарасың әуелі, мысалы x минус 3 болып тұрса, мынаның алды минус болып тұрса, минус жақшан сыртынан шығарып, мынаны x плюс 3-ке айналдырасың деген сияқты. Сөйтіп бөліміне бересің ол минусты. Хорошо, x-ның алдына минус тұруға болмайды, еще x-ның алдына сан тұруға болмайды. Мысалы мына жерде 2x деп тұрса, или 3x деп тұрса, 3-ті дәл қазір бөліміне түсіріп былай жазасың. X бөлінген 14-тен 3 деп жазасың. 14-тен 3 деп міндетті түрде жазу қажетсің. Жоқ, x бөлінген 14-тен 3 емес. Ол кезде, так, мына жерден шатасып кетуіміз мүмкін. Так, шатаспас үшін 3-ті жақшан сыртынан шығарамыз. Сосын, үшіміз наоборот 14-тің бөліміне түседі. Ол кезде 14-тің бөліміне 14 бөлінген 3 болады. Себебі мына бөлімде тұрған алымына көтерілген кезде барып 3x болып тұр ғой. Көрдіңдер ма? Мысалы 3x минус 6 болып тұрса, 3 жақшан сыртынан шығарасың, сонда x минус 2 болып кетеді. Сонда 3-імізді мына 14-тің бөліміне жібересің. Сонда 14 бөлінген 3 болады бағыттауыш вектордың координатасы. Вот осыдан шатаспаймыз оқушым, мықты нәрселер үйретіп жатырмын. Формула бойынша x болу қажет және арасы мына жер обязательно азайту болу қажет. Енді мен бағыттауыш вектордың координаталарын алып алдым, KLM сандары алынды. Енді нормаль вектордың координаталарын алайын. 7, 12, 3. X, Y, Z-дің алдындағы сандары. 7, 12 және 3 болып тұр. Енді мен естеймін, синус фидің формуласына саламын. Түзу мен жазықтық деген әңгіме айтса болды, синус. Ал жазықтық пен жазықтық, или түзу мен түзу десе, екеуі бірдей болса, түзу мен түзу. Қаны бір ғой, онда косинус. Жазықтық пен жазықтық, екеуінің қаны бір, онда косинус. Бір атадан тарағанда. Ал түзу мен жазықтық десе, қаны екі түрлі олардың. Сол үшін оған синус фи қолданасың да. Енді синус фи тең болады. Мен қазір а мен n-ді нормаль векторларды скаляр көбейтемін. Сосын олардың несіне бөліп тастаймын? Әрине ұзындықтарына бөліп тастаймын. Енді қараңдар, тең деймін да бастаймын. AN, значит, мен скаляр көбейтсем, сәйкес координаталарын көбейтіп қосам. 14-ті 7-ге көбейтем, қосамын 24-ті 12-ге көбейтем, қосамын 6-ны 3-ге көбейтем. Сөйтіп модульге алып қоям. Бөлімінде ұзындықтары, яғни 14-тің квадраты, 24-тің квадраты және 6-ның квадраты. Негізі бұдан да тез анықтайтын жолы бар, қазір айтам. Осы жерде просто синус фимен тексереміз ғой біз, обычно оқушы ретінде да. Сосын мына жерде n нормаль вектордың координаталары 7-ның квадраты, 12-ның квадраты және 3-тің квадраты. Алымын енді толыққанды есептеп тастайын. Так, калькуляторымды ашып алайын. Бұл бізде енді былай болады. 14-ті 7-ге көбейтем. Так, 14-ті 7-ге көбейтем. Сосын оған қосамын 24 пен 12-ның көбейтінсін. Сосын, так, бұдан шыққан саған қосамын 6 мен 3-ның көбейтісі 18-ді қосам, Так, 404 болады екен. Алымы, яғни 404. Бөлімі ше. Бөлімі бізде енді есептеу керек. 14-тің квадраты, так, 14-тің квадраты 196, оған 24-тің квадратын қосып жүрейін, сосын 36-ны қосайын, оған. Сөйтіп жасайтын болсам, бізде не болады?
Так, бұл жерде бізде 808 болады екен. Түбір асты 808, 14-ке бөлем, 2 сыртқа шығады, 202 болады түбір астында. 2 сыртқа шығып кетті. Так, мен достап жазайын. Так, 2 сыртқа шықты, түбір астында 202 қалды. Так, мына жерде не қалады? 7-нің квадраты дегендерді есептеп тастайын. Так, 49, оған қосамын 144-ті, оған қосамын 3-нің квадраты 9-ды. Так, ол түбір асты 202-нің өзі екен. Енді қара, осы кезде мен бүйтем. Алымы 404, бөлімі мынау 2 қоя, түбір асты 202 мен түбір асты 202 көбейтілгенде ол түбір жөліп кетеді, 202-нің өзі қалады. Енді мен не істеймін? Тең деймін да, қазір жалғасын мына жаққа жазамын оқушым. Айтпесе, мына жаққа қазір симай қалатын түрі бар. Енді қара, 202-ні 2-ге көбейтсек 404, мынау тоже 404. Бұл не деген сөз? 404 пен 404 қысқаратта тең болады 1-ге деген сөз. Енді қара, осы жерде шатаспа. Синус фи тең болады 1-ге. Яғни, синус қанша градуста 1-ге тең? Осыны біз біліп алайық. Әрине, фи тең 90 градуста. Бұл не деген сөз? Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш 90 градус деген сөз. Яғни, тік бұрыш жасап қиылысады. Себебі, шатастырма. Нормаль вектормен, егер мен косинуспен тауып қойсам, байқамай. Нормаль вектормен мынаның арасында бұрыш тауып қойсам, 90 градус болса, ол кезде былай орналасқанда мына жазықтығым беттесіп қалуы мүмкін, немесе параллель болып қалуы мүмкін. А біздің жағдайымызда мынау бағыттаушы вектор бар ғой, бағыттаушы вектормен нормаль векторның арасында бұрыш 90 градус. Яғни бағыттаушы вектор мынау тұр. Ой. Дұрыстап жазып қойын. Бағыттаушы вектор мынау тұр. Енді қара, біз дәл қазір тауып тұрмыз, негізі синус фи дегеніміз, ол бізде түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш. Сразу тауып атқанымыз, Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш 90 градус болып тұр. Сонда түзуің сенің былай нормаль вектор сияқты орналасқан ғой. Ал жазықтығың мына жер. Арасында бұрыш 90 градус, көрдің ба? Фи дегенің. Міне себебі біз формуламен тапқан кезде мына жерді тауып жүрміз. Сонда арасында бұрыш 90 градус болып тұр. Значит, арасында бұрыш 90 градус болатын болса, онда бұлар тік бұрыш жасап қиылысады екен міндетті түрде. Жақсы оқушым, түсіндің деген ойдамын. Формула бойынша синус фи деген ол түзу мен жазықтық арасында бұрыш біз табатынымыз, Енді мен осы кезде қазір былай жасаймын. Бұны табудың негізі екінші жолы бар. Мынау. Естеріңде ма? Скаляр көбейтіндісі нормаль векторменен, мынау ненің, 0-ге тең емес болса, скаляр көбейтіндісі нормаль векторменен а-ның. Ол кезде олар қиылысады. Бұлар и так-та қиылысады. Мына жерге өтейін. Бұлар и так-та қиылысады. Сонда 90 градус бұрыш жасап қиылысады екен. Сонда беттесет параллель деген уже орын алмайды ғой, екеуі қиылысатынын тексерген кезде, көрдің ба? Тез шығару жолы осы. Беттесет параллель деген қиылыспайды. Себебі мыналардың қатысы жоқ. Қиылысатын жағдай ол үшінші жағдай. Сөйтемде мәліметтер жеткіліксіз дегенді алып тастаймын, сонда С вариантының өзі ғана қалады. Сонда мынаны есептеудің қажет болмай қалады. Бірақ саған оқушым синус фиді есептеген негізі пайдалырақ болады. Жақсы оқушым, бұл бетіміз осымен аяқталды. Түзу мен жазықтық арасында бұрыш деген түсінікті деп ойлаймын. Шатастырма. Түзу мен түзу, жазықтық пен жазықтық, сосын түзу мен жазықтық. Осы үшеуін өттік. Олай болса мен келесі бетке көшемін. Енді жазықтықтың теңдеуін координаталық осьтер арқылы өткен кезде қалай жазуымызға болады деген сұраққа жауап беремін. Яғни жазып қой. Координаталық осьтер арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуі. Бізде айтады. Айталық бізде А0, Б0, С0 нүктелері берілсін. Бұл А0 нүктесінің координатасы x-і ғана бар да, қалған екеуі 0,0 болсын. Яғни x-ті ғана қиып өтеді. Ал B0-іміз ол y-ті ғана қиып өтеді, қалған екеуі 0,0. Ал S0-іміз z-ті ғана қиып өтеді, қалған екеуі 0,0 болсын. Сол кезде осы x0, y0, z0 нүктесіне қатысты осы нүктелер арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуі мынадай түрде беріледі дейді. Мына түзудің теңдеуіне ұқсайды. Типа естеріңде ма? Түзуді қиып өткен кезде, координаталық осьтерді қиып өткен түзудің теңдеуі қалай еді? X бөлінген x0, y бөлінген y0 тең 1 дейтін едіңдер ғой. Мысалы, x, y қойсын, мына жерде 4, мына жерде 3 деген жерде қиып өтетін түзудікін берсе, x бөлінген 4, y бөлінген 3 тең 1 дейтін ек. Тура сол секілді жазықтықтың теңдеуі просто z бөлінген z0 қосылады ғой осыған. Значит, x-ті, y-ті, z-ті қиып өтетін 3 нүкте болса болды. Қалғандар 0,0 болуы қажет. Міндетті түрде. Мұндағы x0, y0, z0 дегеніміз бір уақытта 0-ге тең емес нақты сандар. Сол кезде бізде жазықтықтың теңдеуі жазылады екен. Формуланы жақсылап жазып ал, қазір іс жүзінде тексереміз. Номер 18-ші есеп. Қараңдар, А, Б, С нүктелер арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін көрсетіңіз дейді. Бұрын бізге мынаны көрсетсе, біз шошып кетіп өтіп кететін бедік бәлкім, келесі есепке. А біз бұл жерде енді қазір шошып кетіп өтіп кетпейміз. Не үшін? Себебі А нүктесі мына жерде x0 нүктесіне өтіп тұр, қалғандар 0,0. Мынау y0-ден өтті, қалғандар 0,0.
мынау z0-ден өтіп тұр, қалғандары 0,0. Онда формула x бөлінген x0 қосылған y бөлінген y0 қосылған z бөлінген z0 тең болады 1-ге. Негізі, осыны университет қабырғасына матрицамен де шығаруға болады. Осындай үш нүкте берілетін болса, үш нүкте арқылы өтетін жазықтың теңдеуін матрицамен шешуге болады. Ал мектеп қабырғасына ол болмағандықтан мен оны үйрете алмаймын. Негізі оны да үйретіп жүрсем болатын еді. Ол кезде АВ деп новый вектор құрастырамын, БЦ деп новый вектор құрастырамын. Сол екеуінің векторлық көбейтіндісін табамын матрицамен. Ол енді ұзақ әңгіме, ол туралы мен айтпаймын, себебі мектеп қабырғасында ол айтылмайды. Жақсы, мен дәл қазір енді осы формуланы қолданып жазықтықтың теңдеуін жазып тастайын. Сонда менде былай болады. X бөлінген x0 деген 3 қосылған, y бөлінген y0 деген 2 қосылған, z бөлінген z0 деген 1. Обязательно қалғандары 0,0, 0,0, 0,0 болғанда ғана жасай аламыз. Тең болады 1-ге. Енді осыны жауаптан іздеймін. X бөлінген 3, y бөлінген 2, z бөлінген 1. Арасы міндетті түрде қосу болу қажет. Ал егер де арасы бәлкім кейде саған былай беріп координаталарын анықта десе, біреуінікі 3, біреуінікі 2, біреуінікі 1 екенін анықтайсың. Бірақ арасы мына жерде минус тұрса, ол минусты сен мына 1-ге беріп жібер. Сөйтті арасын плюске айналдырып жібер. Міндетті түрде солай жасайсың, иә? Арасы міндетті түрде формулада заңында плюс болу қажет. Значит, бізде мына жауап Е жауабы орындалып тұр да. Y бөлінген 2, z бөлінген 1 тең болады 1-ге. Енді осыны әрмен қарай ықшамдау үшін сен бүйтесің. 3-ке де, 2-ге де, 1-ге де үшеуінің ең кіші ортақ есептік болатын санға көбейтесің. Ол әрине 6. Яғни үшеуі де қысқаратындай. Значит, мынаны 6-ға, мынаны 6-ға, мынаны 6-ға, мынаны 6-ға көбейтемін. Сонда 6 мен 3 қысқарады, 2 қалады, 2-міз x-ке көбейтіліп 2x болады. 6 мен 2 қысқарады, 3 қалады, 3 мен y көбейтіліп 3y болады. 6 мен 1 қысқармайды, 6-мыз z-ке көбейтіледі бірден, сонда 6z болады, тең 1-ді 6-ға көбейтсек 6. Сонда 2x қосылған 3y қосылған 6z, ax by z тең, мынау d дейтін не жаққа өткіземіз, минус 6 болады, ол тең 0 деп жазуымызға болады. Сонда бұл бізде қай жауапта тұр? 2x 3y 6z тең болады 6-ға деген міне А жауабында тұрған екен оқушым. Міне осыменен бізде толыққанды бізде 18-ші есебіміз аяқталады. Енді кейде бәлкім былай беріп қоюы мүмкін. 2x 3y 6z 6-ны мына жаққа минус 6-ға өткізіп тең 0-ге деуі мүмкін. No problem. Ешқандай проблема жоқ. Осыны тауып белгілей саламыз. Кейде мынаның бәрі минус 1-ге көбейтіп жүреді. Сол кезде айтады, минус 1-ге көбейтіп жүреді да, тұрған тұрсында минус 2x, минус 3y, минус 6z, плюс 6 деп бәрін қарама-қарсы ауыстырып беруі мүмкін. Ол да жауап бола береді. Кейде мынаның бәрін 2 дейтін коэффициентке көбейтеді. Мысалы 2x-ін 4x, 6y, мынау 12z, минус 12 болып тұрса, бәрі 2-ге көбейтілген, әшейін 2 есе. Значит, ондай да жағдай болып қалуы мүмкін. Барлығын к санына көбейтіп бере салу әбден мүмкін. Ал біздің жағдайымызда А және Е жауаптары болып тұр. Бұл есебіміз осымен аяқталды. Мен келесі бетке көшемін, жазып алатыным. Номер 19-шы есеп. Не дейді? АБЦ-ді А1, Б1, С1, Д1 тік бұрышты параллелепипедінде, яғни параллелепипед. Бұны сен оқушым әлі өтпедің, бірақ қазір мен ол туралы қысқаша айта кетемін. Сол кезде айтады, АБ тең 2, АД тең 2, А1 тең 1. А1 төбесінен АС Д1 жазықтығына дейін қашықтықты табыңыз. Бұл кезде сен негізі АС Д1 жазықтығының теңдеуін жаза алуға жетсін. Бұның 3 нүкте арқылы өткен жазықтың теңдеуін мен мына формуламен жазамын. Мына. Осы 3 нүкте арқылы өтетін жазықтың теңдеуі ғой мынау негізі. Значит, мен қазір жаза аламын. А1 төбесінен бастап, нүктеден бастап жазықтыққа дейінгі қашықтық деген ана аштың формуласын қолданамын. Нүктеден жазықтыққа дейін, нүктеден түзуге дейінгі қашықтық дейтін формула бар ғой. Тура соны қолдана саламын. Болды осы ғана. Олай болса АС Д1 жазықтығының теңдеуін жазуға әрекетіміз жасайық. Енді оқушым, тік бұрышты параллелепипед деген не ол? Ол біздің тік бұрышты болған үшін ол біздің бөлмеміз деп қарастыр. Яғни біздің бөлмеміз қандай болады негізі? Енді қарапайым, кәдімгі стандартты бөлме болатын болса, әрине полымыз 90 градус бұрыш жасайды. Бізде потолок бір-біріне 90 градус бұрыш жасайды, қабырғалар бір-біріне 90 градус бұрыш жасайды. Яғни 90-90-90-нан болатын біздің бөлмеміз. Немесе қорап, коробканы ойласақ болады. Мен қазір тура сондай параллелепипед салайын, куб сияқтырып саламын мен оны. Так. Мынандай параллелепипед болсын. Ал параллелепипед дегеннің өзі барлық қабырғалар параллелограмм болатын бізде призманың бір түрі негізі. Оны жалпы білмесек, жай ғана біздің бөлмені елестете салайық тік бұрышты дегені үшін. Енді қараңдар, мына АБЦ-ді болсын, сосын мен осының әрбір қабырғасын жоғарыға көтеремін. Мына арғы бетінде көрінбейтін жақтағы үзік сызықпен тұра берсін. Барлығы емес, просто жалпы сызып атқаным ғой енді. Негізі аналар да үзік сызықпен салыну керек. Бірақ енді өйтіп отпаймын. Мен қазір осылай сыза беремін. Міне.
Осы кезде А, Б, С, Д, жаңа мен айттым ғой, 90-90-90-нан деген мына жер ғой, мына полда мына жер 90 градус, мына жер 90 градус и мына жер 90 градус. Үш жер 90-90-90-нан болған кезде болды, уже бізде тікбұрыш параллелепипед орындалады. Енді қараңдар, осы кезде ABCD и A1 деген А-ның үстіне салынады, Б-ның үстіне Б1 салынады, С-ның үстіне С1 салынады, Д-ның үстіне Д1 салынады. Есінде болсын оқушым, сурет салған кезде дұрыстап сал. ABCD табаны A1, B1, C1, D1 жоғарғы табаны. Біреу төменгі табан, біреу жоғарғы табан. Енді қараңдар, осы кезде АБ деген екіге тең дейді. Значит, мынау екіге тең. АД деген екіге тең дейді. АД мынау да екіге тең. Значит, табаны квадрат. А1 яғни биіктік бірге тең. Олай болса, мынаның бәрі екіге тең болады. Биіктіктің бәрі бірге тең болады. Бітті. Сонда 2-2-2-2-ден болса, оған қарама-қарсы жатқан жазықтықта, яғни төменгі табаны 2-ден болса, жоғарғы табан тоже 2-ден болады ғой. Жақсы, оны біз түсініп алдық, бірақ бұл нәрселердің барлығын мен алып тастаймын. Жай ғана сен білу үшін айтып жатырмын. Енді қазір артық нәрселердің барлығын бізге алып тастау қажет болады. Маған не істеу керек енді? Осьті дұрыс таңдау керек. X, Y осіне саламын осыларды. Яғни қолдан координата беремін. Оны енді қалай жасаймын деген сұрақ туындайды. AC D1 жазықтығы деген қайсы, соны біліп алайықшы бірінші. А деген мынау, С деген мынау, D1 деген мынау. Онда осы үш нүкте арқылы X, Y, Z осыны жасап алу қажетпін. Қалайнан? Әрине мынау негізі X, Y, Z-ті былай қиып өтетіндей болған кезде ғана қолданылады ғой, көрсетейін. Мынау бізде былай болсын, мынау бізде былай болсын, мынау бізде үшіншісі бізде былай болсын. Мысал үшінге мынау X, мынау Y, немесе мынау X, мынау Y десе де болады, мынау Z мысал үшінге. Сол кезде мынандай жазықтық қол. Мына нүктеден өту керек, мына нүктеден өту қажет, мына нүктеден өту қажет. Сонда үш нүктеден өтетін жазықтық міне былайынан салынады. Осы үш нүктеден өтетін жазықтықтың теңдеуін жазудың формуласын үйретіп жатырмын да мен данный моментте. Міне. Сонда x-ті x0 деген жерде, y-ті y0 деген жерде, z-ті z0 деген жерде қиып өтеді. Сол кезде ғана біз айта аламыз x бөлінген x0, y бөлінген y0, z бөлінген z0 тең 1 қолдануға болады екен деп оқушым. Сонда дәл осы ситуацияға келтіріп, қалай мына бас нүктені дұрыс таңдай аламыз деген сұрақ қой. Мына O нүктесін дұрыс таңдай алуға жетпіз. X, Y, Z-дің орнынан дәл кесіп өтетіндей қылып. Онда мен тұрамда O нүктесін мына жерде қылып таңдаймын ғой. Егер мына B нүктесінің орнына қойсам, X, Y, Z, онда орындалмай қалады. Былай кеткен кезде мына үш нүктеміз мынау тұр ғой. А нүктесі, D1 нүктесі, С нүктесі. Осы үш нүктеден өтетіндей болуға қажет. Енді мен қазір мына жерде артық нәрседе өшіріп тастайын. Значит, O нүктеміз мына жерде болғанда ғана орындай аламыз. Координатаның бас нүктесі. Сонда қараңдар. Дәл мынау сияқты ғой мына. O нүктесі мына жерде болған кезде ғана осы үш нүктеден үш ойсым өтеді. Үш ойсым үш нүктеден өту қажет. Сонда бізде былай болады. Ары қаратып салам еще, бері қаратып емес. Былай салам. Сосын былай салам. Сосын міне былай салам үшіншісін. Енді үш нүкте үш осьтен қиып өтемін, қарайық. Давайте мынау x боласасын, мынау y боласасын, мынау z боласасын. Енді x-ті қандай жерде қиып өтіп тұр? Негізі мына нүктенің координатасы, x бойынша 2, қалғандар 0,0 ғой. Негізі 2,0,0 дейтін нүкте. А мына нүктенің координатасы негізі y бойынша ғана 2. Не үшін 2? Себебі мынау O нүктесі 0,0,0 дейтін нүкте болатын болса, мынау 2 см болғаны үшін ғана 2 бірлікке оңға жылжимын. Y-ге 2 бұның, значит қалғандар 0. 0, 2, 0. Көрдің ба? А мынау D1 нүктесі бұның Z-і. Z осінде ғана 1 деген жер жатыр. Бұл уже 2 емес, бұл 1. Не үшін? Себебі кубтың мынау параллелепипедтің биіктігі 1-ге тең еді. Биіктігі 1-ге тең болса, мына жер 1-ге тең, олай болса, бұл Z-і ғана 1. Қалғандар 0, 0. 0, 0, 1. Көрдің ба сонда? 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Сонда дәл мынау орындалып тұр. X 0, 0, 0, мынау 0, 0, мынау 0, 0 деген сияқты әңгіме ғой. Тура сол орындалып тұр. Олай болса мен мынаны білсем болды. Мына қабырғам 2 см болса, онда X-тің бойын 2 деген жерде қиып өтеді. Мына қабырғам 2 см болса, Y-тің бойын 2 деген жерде қияды. А мына қабырғам 1 см болса, биіктігі, онда Z-тің бойын 1 деген жерде қияды. Сонда мен мына формуланы салып жазықтың теңдеуін жазамын. X бөлінген X0 қосылған Y бөлінген Y0 қосылған Z бөлінген Z0 тең болады 1-ге. Осы кезде X бөлінген X0 дегеніміз ол бізде 2 болады. Y бөлінген Y0 дегеніміз ол тоже 2 болады. Z-ті 1 деген жерде қиып өттір, Z бөлінген 1 тең болады 1-ге. Міне мынау жазықтың теңдеуі. Қандай жазықтың теңдеуі? Әрине үш нүкте арқылы өткен жазықтық. Ол бізде енді мына жақта былай болады міне. Былай, былай и былай өткен жазықтық болады. Осы ACD1 жазықтығының теңдеуін жазып жатырмын мен қазір. Мен қазір жазам ACD1 жазықтығы деп қоя салам бұны. Значит,
АЦ-д1 жазықтығы деген үшін былайынан жақша алып қойын әдейі. Енді осы кезде мен бұл күйінше жазғаным сәл нефтемский болып тұр. Сол үшін мен AX, BY, CZ плюс D түріне келтірейін. Ол үшін мен барлығын толыққанды 2-ге көбейтем. Сонда барлығын толыққанды 2-ге көбейтсем, мынау 2-ге, мынау 2-ге, мынау 2-ге, мынау да 2-ге көбейтіледі. Сонда 2 мен 2 қысқарады, 2 мен 2 қысқарады. Сонда X қосылған Y қосылған, мына жерде 2 мен Z көбейтіледі да 2Z тең болады 1-ді 2-ге көбейтсек 2-ге. Сонда мына әдемілеп жазамын. X қосылған Y қосылған 2Z минус 2 тең болады 0-ге. Мынау AX қосылған BY плюс CZ плюс D тең 0 дейтін жазықтықтың теңдеуіне келдік. Бұл бізде АЦ-д1 жазықтығы. Енді сен ойлан, жай ғана басты іске қосып ойлансаң, нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық деген қолдана саласың. А1 нүктесінен жазықтыққа дейінгі қашықтық. Енді А1 төбесі деген қаяқта ол? А1 төбесі деген мына жерде ғой вообще-то. А1 төбесінің координатасын таба аласың ба? Мынау сияқты 2 0 0 0 0 0 0 2 0 деген сияқты қылып. Әрине таба аласың. Қалай табасың? Мен қазір жерге жазамын. А1 төбесінің координаталары ол бізде X бойынша 2-нің тұсында жатыр, 2 бірлік 10-ға, Z бойынша 1 бірлік жоғары жатыр, ал Y бойынша мына 0-дің тұсында жатыр. Сонда X бойынша 2, Y бойынша 0, Z бойынша ғана 1 бірлік жоғарыға көтерілген. Оны табу үшін мынадан X осіне перпендикуляр жүргіздім. Сосын Y осіне жүргізсем, міне былайынан түседі, прямой Y-дің 0-іне түседі. Ал Z-ке жүргізсем перпендикулярда міне 1-ге түседі. Сонда 2 0 1. Значит, А1 нүктесінің координаталары 2 0 1 дейтін нүкте екен. Вот осыны сала алсақ болды ғой оқушым. Осыны сен осы есепті 2 рет па 3 рет па қарашы оқушым. Өте қатты қажет саған. Значит, А1 нүктесінің координаталары табылды, мына нүктенің координаталары. Енді нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық формуласын қолдана салмаймын ба? Әрменға есеп шығып тұр. Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтықтың формуласы қалай еді? H тең болады AX0 қосылған BY0 қосылған CZ0 қосылған D деймін да, бұны қазір модульге аламын. Ал бөлімі түбір астында А квадрат плюс Б квадрат қосылған С квадрат. Мынау нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтықтың формуласы. Значит, маған жазықтыққа дейінгі қашықтықты тап дейді, как раз осыған салдым. Значит, жазықтықтың теңдеуін жаздым, оны жазу үшін осьті дұрыс таңдап алдым. Одан кейін нүктенің координаталарын жаздым, сосын нүктеден жазықтыққа дейін қашықтық жаза саламын. Негізі қиын көрінгенімен оңай есеп. Енді қараңдар, АБЦ деген мына жердегі 1, 1, 2 сандары ғой. А, Б, С, мынау бізде D, мына жердегі минус 2 деген, Осы кезде X0, Y0, Z0 деген мыналар. X0, Y0, Z0. И мен тұрамда енді не істеймін? Просто X0, Y0, Z0-ді мына жерге әкеп қоям. X, Y, Z-дің орнына. Сонда 1 көбейтілген 2, қосылған 1 көбейтілген 0, қосылған 2 көбейтілген Z-дің орнына 1-ді қоям, и минус 2. Деймін да модульге алам. Ал бөліміше А квадрат, Б квадрат, С квадрат. Олай болса А деген ол бізде 1, 1-дің квадраты, қосылған Б деген 1-дің квадраты, С деген 2-нің квадраты. Осыны енді есептеймін. Алымы бізде 2 мен 1-дің көбейтінсе 2, анау 0 болып кетеді, анау 2, анау минус 2. Тік жақшасын қойып қойын. А бөліміше 2-нің квадраты 4, 4-ке 1-ді қосам 5, 5-ке 1-ді қосам 6, яғни түбір асты 6. Тең, әрмен қарай тең деп мында жалғастырайын. Так, плюс 2 мен минус 2 қарама-қарсысындағы 0-ді береді, сонда алымында тек қана 2 қалады, бөлімінде түбір асты 6 қалады. Мынау бізде есептің жауабы. Жауаптан іздеймін. Жауапта өкінішке орай жоқ. Значит, мен қазір иррационалдықтан құтыламын. Мен не істеймін? Түбір асты 6-ға көбейтіп бөлемін. Сонда 2 түбір асты 6 болады алымы. Ал бөлімі түбір асты 6 мен түбір асты 6-ның көбейтінсе 6 болады. 6 мен 2 қысқарады, мында 3 қалады. Сонда түбір асты 6 бөлінген 3 деген бізде есептің жауабы шығады. Бұл бізде В жауабы болып тұр екен. Өте тамаша, өте сұлу есеп. 19-шы есебіміз осымен аяқталды. Ендеше оқушым, қазір келесі беттен бастап қосымша есептер, бұны да көрмей қалма, бұны да көр, бұда да күшті есептер талданады, және бір қосымша айтатын нәрсе бар. Олай болса алтыным, осыменен менің кезекті аналитикалық геометрия тақырыбына арналған видео сабағым аяқталды. Келесі бөлімде 110-ше.